Мені қоршаған әлем ғажайып әлем. Бізді қоршаған орта жан жануарлар мен өсімдіктер, жер мен ай, күн және алыстағы жұлдыздар. Осылардың барлығы таң ғажайып. Біз адамдар табиғаттың бір бөлшегіміз. Табиғаттың ішінде менің жақсы табиғаты өте әсем қалалардың бірі ол Түркістан. Түркістанның қазіргі таңда өте жақсы жасыл желектеніп келе жатыр. Оған арнайы жоспарлар да құрылды. Соның ішінде қазір біздің осы Түркістанымызға ағаштар, шыршалар, жаңа жасанды каналдар да құйылып жатыр. Мен Түркістан қаласында туып өстім, кіндік қаным тамған жер. Менде осы Түркістанға байланысты мынандай бір идея болып тұр. Былай істейік. Осы Түркістанның табиғаты бізде Сауд Арабияның табиғатына ұқсас. Яғни қазіргі таңда осы қасиетті ораза айында қолжетімді жемістердің бірі бұл бізде құрма. Осы құрманы Түркістанға алып келіп ексек, яғни Түркістанның табиғаты, осы құрғақ жерлері, құрманың өсуіне, яғни құрманың осындай өсуіне жергілікті бір жағдай жасалынып тұрады. Бұл демек Сауд Арабия сияқты біздің де Түркістанда осы құрма егілсе, онда бұл біздің Қазақстанның осындай ерекше қасиетті құрманы өсіруіне үлкен бір бастама. Енді мен сіздерге осы құрманы өзімнің жетекшіммен бірге құрманы өсіріп, зерттеп, 3-4 жыл көлемінде алдарыңызға әкеліп, дәмін татқызатыныма сенемін. Енді осы құрма жұмысын өз мойныма аламын.